Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен кітаптар жайлы әңгімелесеміз. Әрине мен өзімді кітап әлемінде экспертпін деп айта алмаймын, алайда менің ұсынған кітаптарым сіздерге қызықты болуы мүмкін. Сондықтан бастайық. Жай кітаптармен емес, сіздермен менің сүйікті әрі өміріме өз ықпалын тигізген кітаптармен бөліскім келіп отыр. Негізгі кітаптарды мен 3 түрге бөліп оқимын. Алдымен көркем әдебиеттен бастасақ. Көркем әдебиеттен менің ең бірінші атағым келіп отырғаны ол Исай Калашниковтың «Жестокий век» атты кітабы. Шыңғыс хан жайлы роман. Оны мен үйімде, ол кітап өте ескі кітап болатын, әкемнің нұсқауымен оқығанмын. Сол кітаптан бастап менің мүмкін тарихи романдарға деген қызығушылығым арта бастады. Одан кейін Исай Калашниковтың кітабынан кейін Ильяс Есенберлиннің «Көшпенділер» атты кітабы. Бұл кітаптың 3-ші бөлімін ғана оқыдым қазірше, «Қаһар» деген. Және де әлі де қалған томдарын оқу керек. Енді заманауи әдебиет туралы айтатын болсам, қазірде маған өзіме қатты ұнап жүрген ол Франсуаза Саган, француз жазушысы Франсуаза Саганның кітаптары ұнап жүр. Ол ең бірінші өзінің ең атақты қылған роман 19 жасында жазған «Здравствуй, грусть» деген кітабы. Және де оның артынша «Немного солнца в холодной воде» деген екінші кітабы. Бұл жазушының кітаптарын оқыған өте жеңіл, сондай бір романтикалық, мүмкін бір көңіл әсер етеді. Көркем әдебиет бізді әсемдікке, тазалыққа құштар етсе, енді кітаптар әлемінің екінші бөлігі ол өз-өзімізді тануға, болмысымызды айқындауға себепші болатын психологиялық кітаптар. Жалпы бұл психологиялық кітаптардан мен айтқым келіп отырғаны ол «Қабуснама» кітабы, Рабғузидің жазған кітабы. Бұл жерде өте көп, өзіміздің, біздің менталитетке келетін өте көп жақсы кеңестер айтылған. Менің ойымша, әр адамға, әрбір бозбала, бойжеткенге осы кітапты оқу керек. Одан кейін психологиялық кітаптарға жатқызған екінші кітабым ол Әл-Фарабидің трактаттары. Бұл кітапты не үшін мен психологиялық жанрға жатқыздым? Өйткені расында адамды ойландыруға, өзін тануға көп әсер ететін кітаптың бірі. Сондай-ақ әрине батыстың да психологиялық кітаптар өте көп. Ол көбіміз білетін ол Дейл Карнегидің кітаптары, Уэйн Дайер дейді, Вадим Зеланд сияқты көптеген психологиялық авторларды айта аламыз. Кітап әлемінің 3-ші бөлігіне менің ойымша нақты ақпарат беретін, пайдалы практикалық кітаптар жататын сияқты. Бұл кітаптар қатарына Антуан Дарионың «Элегантность», «Азбука хорошего вкуса» деген кітабы. Әрбір қыздарға, әрбір бойжеткендерге өзім кеңес беретін кітабым. Өйткені осы кітаптан кейін, әр адамның өзінің бір талғамы қалыптасатын сияқты. Одан кейін Пол Арденнің, креативный жарнамашы Пол Арденнің кітабы да өте пайдалы, өте қызықты. Мен бұл туралы Массагетте де жазған болатынмын. Және де 3-ші өзімнің мамандығыма байланысты, журналистика мамандығына байланысты Бауыржан Омарұлының 11-ші қаламыш және де Қайнар Олжайдың «Қанат байлаған қазық» атты, журналист ағаларымыздың кітаптары менің ойымша әрбір журналистке, пайдалы кітаптардың бірі болуы мүмкін. Және де соңғы кездері маған өзіме қатты әдемі кітаптар, әдемі кітаптардың мұқабасын көрсем, соларды алғым келіп тұрады. Сондай бір әдет пайда болыпты. Гюстав Флабердің «Госпожа Баварин» бұрында оқысам да, мына кітапты көріп мен алмай кете алмадым. Өйткені менің ойымша ең жақсы сыйлық және де ең пайдалы сыйлық ол кітап менің ойымша. Және де соңғы кездері мүмкін әрбіреуімізде бар шығар, e-book, кітаптардан, электронды кітаптардан көптеген, мысалға лекцияларда немесе бір жиналыстарда кезек күтіп отырғанда осындай кітаптарды оқыған пайдалырақ. Және де мысалға қазірде көптеген дүкендерде біз өзіміз таба алмайтын кітаптарды осы интернеттен таба аламыз. Мен мысалға өзім интернеттен Орхан Памуктың кітабын «Музей невинности» және де Набоковтың «Лолита» деген кітабын оқыған болатынмын. Және де қазіргі оқып жүрген кітабым ол Уолтер Айзексонның «Стив Джобс» атты кітабы.
Бұл кітапты қазірше қай категорияға қосарымды білмей жүрмін. Өйткені бір жағынан қарасаң, ол көркем әдебиет. Яғни көркем әдебиет сияқты сені тартып өте жеңіл оқылады. Бір жағынан қарасаң, мысалға психологиялық жағынан да кейбір ойлары өзіңе көмектеседі. Және де үшінші жағынан, мысалға бір адамның биографиясын біліп шығасың, яғни Стив Джобстың. Сондықтан қазіргі осы кітапты барлығына оқуға кеңес беремін. Әйгілі кинодраматург Валерий Фрид мәдениетті адамның үстелінде 10 шақты, ең маңызды 10 шақты кітап жату керек деген екен. Ал сонда оқушысы ол қандай кітаптар дегенде, ал оны білу үшін қыруар кітап оқу керек депті. Сондықтан өмірімізге пайдалы, өміріміздегі ең маңызды кітаптарды білу, анықтау әлі де жалғаса береді. Ал енді екпін оқырмандары, сіздер өздеріңіздің ең сүйікті кітаптарыңызды осы посттың астына комментарийге жазыңыздар.